Бәрәт түні Шағбан айының 15-ші күніне түсетін қасиетті түн. Араб тілінен аударғанда барат сөзі тазарту дегенді білдіреді. Әбу Мұса әл-Ашғариден Алла елшісінің, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, былай дегені жеткізіледі. Алла тағала Шағбан айының ортасына түскен түнде құлдарына қарайды. Түнде зұлымдық сақтаушыдан басқа барлық жаратылыстарын кешіреді. Бұл түндерді құлшылықпен ояу өткізу мұстахаб. Сондықтан мұндай істерді жалғыз өткізген жақсырақ. Фиқх ғалымдары қасиетті түндерде, мысалы барат түнде мешітке жиналуды мәкрух санаған. Хасан ибн Аммар Шурумбуляли бұл туралы жоғарыда айтылған және басқа да қасиетті түндерді арнайы ғибадатпен өткізу мақсатында мешітке жиналу мәкрух. Өйткені пайғамбарымыз да, сахабалар да олай істемеген деп айтқан. Егер арнаға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып каналымыздың дамуына үлес қосыңыздар. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, 5 түнді ұйықтамай құлшылықпен өткізген адам міндетті түрде жәннатқа кіреді. Олар тәруия, арапа, құрбан айт, ораза айт және Шағбанның 15-ші түндері деген. Барат түннің берекесіне қол жеткізу үшін ғалымдар төмендегі істерге мән беруді айтқан. Құптан мен таң намазын жамағат болып оқу. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бұл түні көктердің есіктері ашылады. Періштелер мұсылмандарға сүйінші айтады, ғибадатқа шақырады. Барат түнде көп ғибадат жасаңдар. Әйтпесе қияметте өкінесіңдер делінген. Ең алдымен біз парыз намаздарды оқу, сосын сүннет және мұстахаб ғибадаттарды орындау арқылы Құдайдың бұйрығына құлақ түргеніміз жөн. Құлшылық етуге шамасы келмесе, жоқ дегенде күнә істерден арылу. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бұл түні мұсылман туысымен байланысын үзгендер, өзін жоғары санағандар және ата-анасына қарсы шыққандар кешірілмейді деген. Тәубе ету және истиғфар айтуға көңіл бөліп, түрлі бидғаттардан сақтану. Бұл түні мұсылман адам жыл бойы істеген істерін, өз өмірін бір ойлап көру керек. Егер өзінің іс-әрекеттерінде бір кемшілік бар екенін байқаса, Құдайдан кешірім сұрап, оны тез түзетуге тырысуы керек. Өзі және мұсылман үмметі үшін қайырлы дұғалар жасау. Дұға ғибадаттың мәйегі. Алла тағала пендесіне әрдайым дұға жасауды бұйырады. Осы түні дұғалардың қабыл болуы әбден мүмкін. Шамасына қарай зікір айту, нәпіл намаз оқу, Құран тилауат ету, бұл түнді зікірге арнаған өте жақсы. Әсіресе пайғамбарымызға, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, салауат айту. Тахажуд немесе басқа да нәпіл намаздарды оқу құпталады. Нәпіл намаз жамағатпен оқылмайды, әркім өзі жеке оқиды. Ал Құран оқу осы түні атқарылар пайдалы құлшылықтың түріне жатады. Мүмкіндік болса, Шағбан айының 15-ші күні ораза тұту. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, былай деген: Шағбан айының жартысы толған түнді құлшылықпен өткізіңдер. Күндіз ораза ұстаңдар. Өйткені Алла тағала күн ұясына батқан шақта, кешірім тілеуші бар ма, кешірейін. Ризық сұраушы бар ма, ризық берейін. Ауру сырқауға ұшыраған бар ма, шипасын берейін деп, таң шапағы атқанға дейін рахымын төгеді. Бұл күні ораза тұту мұстахаб. Ораза ұстамаған адам күнәһар болмайды. Барат түні періштелер жер бетіне түсіп дұға қабыл болатын берекелі түн. Сондықтан бұл түнді пайғамбарымызға көп салауат айтып, Алладан біліп-білмей істеген күнәлардың кешірілуін тілеп, дұға, ғибадат, құлшылықпен өткізген абзал. Барат түнін дұрыс қарсы алу үшін бұл түнді ұйқысыз өткізген дұрыс. Бұл түні көп ғибадат жасап күнә істерден арылып, тәубе еткен жөн. Бұл қасиетті түнде орындаған барша құлшылықтарымызды, дұға, тілектерімізді Алла қабыл еткей. Барша күнәмізден тазартып, Рамазан айына аман есен жеткізгей.